Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен өте жеңіл салаттың рецептімен бөлісемін. Ауызашарға дайындасаңыздар болады. Өте жеңіл салат. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер. Ең бірінші нанды аламыз. Яғни кәдімгі нанды аламыз да екі штугі жарайды. Екі нанды алып, ортасынан бөліп, әрқайсысын төрт бүршіктелеп тураймыз. Әдемі қылып, төрт бүрш қылып, кішкене шағында болсаңыздар жарайды. Негізі үлкендеу болып кеткен сияқты. Біз кішкене бөліктерге бөлеміз, төрт бүршіктелеп барлығын. Осы 2-3 штук нан жарайды. Одан да көп болса көп болып кетеді. Енді салаттарыңыздың көлеміне қарай өздеріңіз қарайсыздар. Осы нандардың бәрін турап болғаннан кейін қызып тұрған пешке 15-20 минутқа салып, кептіріп, яғни қызарғанша пісіріп аласыздар. Салатқа дайын салу үшін. Батон да болады салуға. Нан болмаса кәдімгі батонды да турап салуға болады. Енді пекинский капустаны алдым. Яғни пекинский капустаны алып, жуып, тазалап алдым. Содан кейін әрқайсысын жапырақтарын аштым да салатқа салуға турадым барлығын. Көрдіңіздер ме, қандай күшті, свежий, балғын болып тұр капустаның жапырақтары, пекин капустасының жапырақтары. Бірінші ортасындағысын алып алдым, кесіп сарысынан. Содан кейін жайлап қалғанын салатқа турайтындай қылып турадым. Осылай барлығын әдемілеп, жіңішкелеп турап аламыз. Яғни салатқа әдемі болу үшін жіңішке қылып турадым мен. Енді кейбіреулер оны төрт бүршікті қылып та турап атады. Мен оны жіңішке әдемілеп турадым. Осыдан кейін, яғни осы салатқа енді жұмыртқа қосамыз. Яғни мен 2 жұмыртқаны пісіріп алдым да шағын қылып төрт бүршіктелеп турап салдым әрқайсысын. 2 жұмыртқа жарайды негізі. Енді оны өзіңіз қарайсыз. Көп болса, салатыңыз көп, көлемі көп те оламын десеңіз, тағы да жұмыртқалар қосуға болады. Әдемілеп төрт бүршіктелеп, қатты ұсақтаудың қажеті жоқ. Яғни төрт бүршікті ірілеу болған дұрыс. Енді осы жұмыртқалардың бәрін турап алдым, көбіктеп. Одан кейін помидорды алдым, яғни қызанақты. Ортасынан бір бөліп, мен жартысын ғана пайдаландым. Яғни салатым азғантай болады, жасайтын болғасын. Жартысын тек қана пайдаландым. Бұнда сол не сияқты, барлық жұмыртқа сияқты бұлында шағын қылып кесіп алдым. Яғни жеген кезде ыңғайлы, әдемі болып тұру үшін ұзын қылып ортасынан бір бөлдім де салатқа келетіндей қылып турап салдым. Бір ненің помидордың жартысын ғана пайдаландым тек қана. Бұдан кейін помидор турап болғаннан кейін бізге енді қияр қажет болады. Қиярды да дәл сондай қылып, яғни ұзын қылып турап алдым да бәрін жіңішке қылып салатқа салатындай қылып турадым. Соломка қылдым да ұзын. Төрт бүршікті көбіктеген жоқпын, тек қана ұзын соломка қылып турадым. Осылайша барлық қиярларды ұзын қылып, жіңішке қылып әдемілеп турап аламыз. Қиярды турап болғаннан кейін бізге сосын керегі сыр, яғни ірімшік керек, қатты ірімшік жарайды. Соны да осылай қияр сияқты қылып, төрт бүршіктелеп, көбіктеп әртүрлі, енді ыңғайына қарай сөйтіп турап аласыздар. Мен не қылған жоқпын, қатты майдалаған жоқпын, ірілеу қылып салдым. Салатқа салған кезде көрініп тұру үшін ірілеу қылып турадым, қатты майдалаған жоқпын. Енді болды, көріңіздер қандай күшті, прямо керемет болды. Бұған енді укроп салсаңыздар да болады, әдемі болу үшін. Одан кейін жаңағы пеште піскен қытырлақ қатқан нандарымды салдым. Күшті әдемі болып көрініп тұр. Осыған енді бір қасық май құямыз, яғни оливковый май құямыз. Осыған салатты араластырып, азғантай тұз себеміз. Қараңыздар қандай күшті, керемет дәм болды. Ауызашарға жасауға өте жеңіл салат.